Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қуырылған бәліштің өте керемет рецептімен бөліскім келіп отыр. Мен осыған дейін көптеген рецепттерді байқадым, бірақ қамырының іші шикі болып қалады. Ал бірақ дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріп едім. Қамыры деген жұмсақ, 100%-ға іші толықтай піскен, сондай керемет рецептті бүгін сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен біз жылы суымызды аламыз, үстіне қантымызды, аштығымызды, тұзымызды салып, дрожжымыз жақсылап көтерілгенше 5-10 минутқа бетін жауып көп қоямыз. Міне біздің дрожжымыз осылай көтерілді. Енді сұйық майымызды қосамыз, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қойып қоймаймыз. Бұл қамырдың ерекшелігі де сонда, суық суға салып қоямыз. Мына тарелкаға мұзымды әкеліп қойдым. Қамырымызды салқанға салып, аузын жауып, жақсылап су кіріп кетпейтіндей етіп. Содан кейін суық суымызға мұзымызды саламыз да, қамырымызды сол судың ішіне салып қоямыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Мен картобымызды осылай жұқа бөліктерге бөліп аламын, тезірек пісу үшін. Содан кейін пюре етіп, езіп шығамын. Міне біздің қамырымыз, егер дайын болса, осылай судың бетіне қалқып шығып тұрады. Енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды жайып, әдеттегідей ыстық майға қуырып аламыз. Менде осындай 15 пирожки шықты. Ең бастысы, мен сіздермен осы қамырдың жасалу жолымен бөліскім келген еді. Міне осылай менің жұмсақ пирожкиларым да дайын болып шықты. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар, пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.